Қызым алып ішкізіп отыр, баласы 5-те, қызы 4-те. Қыста анау грипп болып ана мынау ауыра беретін балалар. Тамақ ішпейтін, ана ұлы вообще тамақ ішпей арық сондай. Содан осыны ішкізіп отырды, оның алдына омега ішкізді, онда ешқандай көмек болған жоқ деді. Осыны ішкізіп отырды, қыстыгүн былтырғы қыста ешқандай грипппен ауырған жоқпыз дейді балалардың. Содан ана аппетит ашылып, бала тамақ іше бастады дейді. Ол кәдімгідей мама мен кушать хочу деп дейді, содан кейін тамақ ішіп жақсы болып отыр. Зубный пастасын алды, өте сонда кішкентай ғана деймін. Одан кейін бір күні ана бұрынғы зубный пастамен жуып қалсам, как будто бір шыршалы бірдемемен жуған сияқты болдым. Ойбай, мына немен жуып жатырмын деп дейді, өзімдікімен басқасын екен дейді, өзімдікімен жудым. Сондай жақсы, результаты жақсы деп отыр. Сондықтан енді барлығына айтатыным осы бальзамды шек, тем более қазір мынандай коронавирус болып жатқанда осы сақтап отырған бізді осы шығар деп ойлаймын. Конечно. Содан ішейік.